Samsung iPhone'нан көшіре бастаған секілді не үшін? Себебі қазір айтатын боламыз. Видеоны жалғастырмас мұн каналға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Сонымен бастайық. Не үшін? Бірінші себебі Samsung компаниясы iPhone секілді енді қуаттандырғышын телефонмен бірге жүрмейтін болды. Осыдан өздеріңізде шығар, iPhone 12 шыққан кезде бүкіл халықты қуаттандырғыш жүрмейді деген наразылығын білдірген болатын. Сол нәрсені пайдаланып Samsung компаниясы өзінің әлеуметтік желілерінде осы нәрсені мазақ қылып шығарған болатын. Ал енді қазір өздерінің істеп тұрған тірлігі мынау. Енді біраз халықтың тірлігін енді наразылығын тудырды. Одан кейін тағы бір нәрсе, Samsungтың Note нұсқасы бұдан кейін шықпайды деген болатын. Ал сонымен бірге жүретін S пен қалам енді мұрагерлік жолымен Samsungтың S нұсқасына берілетін болды. Бір қарап тұрсаңыздар, енді тағы бір қызығы, осыған дейін S пен қалам телефонмен бірге жүретін болса, ал енді қазір S21 нұсқасында оны сіздер бөлек сатып аласыздар. Енді бұл да бір қызық. Ол ма? Тағы бір қызық нәрсе, енді құлақ қапты да сіздер бөлек сатып алатын боласыздар S21-де. Енді бұл бір қызық болған жағдай. Енді осылай кете беретін болса, енді өздеріңіз қараңыздаршы. Болашақта, енді біз болашақта телефонды біз экранын бөлек сатып алатын сияқтымыз. Енді осы Samsungтың ше, одан кейін осылай кете беретін болса, енді одан кейінгі жылдарда енді біз білмеймін енді телефонды өздерін құрастырып алыңдар деп айтуы да мүмкін енді сөзін ашына келген кезде. Енді мен білмеймін, өздеріңіз ойлаңыз, енді комментарий жазып кетіңіздерші, бұл деген дұрыс па, дұрыс емес пе? Мен өзім мысалы бір зат сатып алған кезде барлық нәрсе бірге болған қалаймын. Мысалы әрқайсысын әр жерден алып жүргеніне ешкімге ұнамайды. Мысалы нанды басқа магазиннен алып, тамағыңды басқа магазиннен алып деген сияқты, картошка пиязын бәрібір жерде болса, сол жақсы. Мысалы магнумға не үшін көп барамыз деген сияқты, содан кейін неге осындай жағдайын өздері ойлаңыз, комментарий жазып кетіңіздер. Енді Samsung туралы енді бүкіл жақсы жаман сәл адам наразылығын тудырған жаңалықтың бәрін естідік. Енді жақсы жаңалыққа кезек берсек. Енді маған қатты ұнағаны енді S21 қарағанда маған S21 ультра нұсқасы өте қатты ұнады. Енді айтатын болса, әсіресе маған артынан қарағанда артқы дизайны өте жақсы жасалған. енді ол артынан қарап көрсеңіздер болады, енді өте әдемі жасалған. Келесі нәрсе, бізде бұл телефонның бағасын айтатын болса, бағасы бұның 619 мың теңгеден басталады екен. Енді ол біреуге қымбат, біреуге арзан. Енді әркімге өз ойларыңызды комментарий жазып кетіңіздер, қымбат па, арзан ба? Енді бағана қасында бағана S пен қаламы жоқ, құлақ қабы жоқ, қуаттандырғышы жоқ. Енді білмеймін енді. Сонымен бұл телефонның экранның өлшемі 6:8. Одан кейін бұл телефонның экраны Gorilla Glass Victus жаңа нұсқасымен қамтылған, яғни соққыдан, бағанағы ауыр нәрселерден, жерге түсуден қорғаушы. Одан кейін келесі нәрсе, бізде тип матрицасы, бізде динамик AMOLED 2X пен қорғалған. Одан кейін келесі нәрсе, бізде экранның жиілігі 120 Гц. Енді қосқан программаңызға байланысты ол көтеріліп түсіп тұрады. Тағы да осындай бір жаңалығы бар. Одан кейін келесі нәрсе, енді айта кететін нәрсе, бұл 120 Гц бұл iPhone-да жоқ. iPhone 12 нұсқасында жоқ, соны ескерте кетіңіздер. Бұны да күліп прикол жасаған болатын. Одан кейін бізде судан қорғайтын, шаңнан қорғайтын IP68 стандартына ие. Бұл деген сөз ең жақсы деген нәтиже. Одан кейін саусақпен ашу функциясы экранда орналасқан. Және тағы бір айта кететін нәрсе, бұл телефон шыққан кезде телефондардың ішіндегі ең жарық телефон деген атаққа ие болды. Енді өзі компанияның мүшелері өздері айтып отыр. Енді бұл нәрсе не үшін керек, бірақ мен түсінбедім, бірақ керек сияқты. Енді маркетингке ход десек те болады. Енді бірақ мен былай қарап тұрғанда, үйде свет өшіп қалған кезде былай жарық ретінде қолдансаңыздар болады. Енді білмеймін. Ең жарық телефон деген атаққа ие бұл телефон. Одан кейін келесі бізде камерасы. Енді маған камерасы өте қатты ұнады. Енді орналасуы, дизайны өте қатты ұнады. Мысалы айтатын болсақ, артқы камераларын елетін болсақ, ол жақта 4 камера S21 ультрада, ал S20-да, мысалы S21-де 3 камера болатын болса, бұл да S21 ультрада 4 камера орналасқан. 108 мегапиксель, 12 мегапиксель, 10 мегапиксель және 8К және 4К түсіре алады. Және бұл алдыңғы жылға қарағанда өте жақсы, жаңартылған нұсқада жақсы түсіреді, оған сөзсіз сенеміз. Одан кейін келесі нәрсе, бізде алдыңғы камерасы, фронталка, яғни селфи камерасы дейтін болсақ, ол бізде 40 мегапиксель. Былай қараңыздар, мегапиксельдер өте жақсы, түсіру өте жақсы. Енді бұмен мобилографтарды қолдана алады. Ойланбай, енді 619 мың теңге телефон алғаннан кейін бұл телефон емес, бір жағынан камера деп айтсақ та болады. Мінекей осы бір тағы бір артықшылығы. Одан кейін бізде келесі нәрсе, енді
бар күшінде сынамын баллондармен күреспе дейді. Енді процессорына келетін болсақ, бұның процессоры өте жақсы. Соңғы нұсқада деп айтсақ та болады. Оған келетін болсақ, Exynos 2100 немесе Snapdragon 888, бұлардың бәрі соңғы нұсқада, соңғы модельдегі процессорлар. Ал бізде S21 нұсқасында бізде 12 және 16 гигабайт жедел жадысы болады, немесе S21 жай нұсқасында бізде 8 гигабайт жедел жадысы. Одан кейін жадысы 128 гигабайттан басталады. Бұлай бір қараған кезде бұндай процессормен сіздер кез келген ойынды, кез келген бағдарламаны ойланбай, қиналмай қолдана аласыздар. Енді бұндай процессорды қиналдыратындай әлі күнге дейін бір қиын программа шықты деп айта алмаймын. Мен бәріміз қолданатын кәдімгі қатардағы қарапайым нелер, енді бір бізден жоғары деңгейде біреулер болмаса, енді білмеймін. Енді солай, короче. Одан кейін келесі нәрсе, енді характеристикасы ұрып тұр, базар жоқ, оған әңгіме жоқ. Одан кейін келесі нәрсе тағы бір қызық болғаны, енді бұларда iPhone секілді, Apple компаниясы секілді микро SD енді болмайтын болған. S21 ультрада енді микро SD жоқ, iPhone секілді. Бұл нарықтағы екінші телефон. Осындай микро SD, яғни флешка салынбайтын. Неге осындай бір жаңалықтар болып тұр. Енді осы себеппен, осы сияқты бір 4 себепке байланысты былай қарап тұрған Samsung компаниясы Apple'дан көшіре бастаған секілді, не үшін білмеймін. Енді жылдан жылға былай қарап тұрсақ, телефондардың бағасы қымбаттап жатыр, өсіп жатыр. Енді жаңа функция қосылғаннан кейін, телефонмен адамдар жұмыс істеп жатқаннан кейін, енді қымбаттаған сайын бірақ адамдар алып жатыр. Енді әркім өзінің сүйгенін құлы дейді, сондықтан да енді әркім таңдау өзінде. Неке осы, енді біз S21 ультраны жақсылап толыққанды S21 жай нұсқасын айтатын болатын болсақ, оларда айтарлықтай өзгешелік жоқ. Енді айтатын, мысалы, өзгешелікті айтып кетейік. Мысалы, бар өзгешелік. Бұның бағасы, бірінші бағасы 409 мың, ананікі 619 мың болса, арасында 210 мың теңге ерекшелік бар. Одан кейін диагоналы 6-2, ананікі 6-8 болса, ананікі 6-2, едәуір кішкентай. Одан келесі нәрсе, енді кішкентай деген ол кәдімгідей кішкентай емес, ол кәдімгідей iPhone-мен бірдей десек те болады. Бірақ iPhone бағана ультра, ол үлкендеу. Одан келесі нәрсе, бізде камерасы бағана бұл жақта 4 камерасы, 3 камера деп айттық. Бұл жерде орналасқан бағанағы 12-64 мегапиксель, ал фронталкасы селфи камерасы 10 мегапиксель, аяқта 40 болса, мына жақта 10 мегапиксель. Осындай бір артықшылығы бар. Енді әрине бағасы түскен сайын бағана процессорды сондай бағана камераларды бір жерден үнемдеу керек қой. Одан кейін қуаты 4000 мАч, ал бағанағы S21 ультра нұсқасында қуаты 5000 мАч. Маған былай қараған кезде дизайнына келетін болсақ, S21-ге қарағанда маған S21 ультраның дизайны өте қатты. Арты, алдындағы көрінісі барлығы өте керемет. Мінекей осы менің ойым. Енді алу керек па, алу керек емес, мен өз ойларыңыз комментарий жазып кетіңіздер. Менің айтарым осы. Барлық нәрсені айттым, ақиқаттан аттап кету арғасын дейді, сондықтан да бүкіл шындығын айтып, біздің мақсат сол, блогердің мақсаты кез келген нәрсенің бар шындығын айту. Келген телефонды келген сайын бір мақта, ойбай, мынандай деп айта беру емес. Қалай бар, солай айтып беру. Енді таңдау өздеріңізде. Алу керек пе? Әрине алу керек. Маған мынаған S21 ультраны алсаңыздар, өкінбейсіздер. Әрине қалталарыңыз көтерсе, кредитке алып, анау деп ертеңгі мен қарғап жүрмеңіздер. Ең бастысы сол кредитке алмай өздеріңіз қалталарыңыз көтеріп тұрса, алсаңыздар болады. Енді әркім өзінің фанаты, біреу Apple-діңкі, біреу Samsung-дікі. Бірақ әркімнің өзінің артықшылығы мен кемшіліктері бар. Бағана анада iPhone-да 60 Гц болса, анада 120 Гц деген сияқты. Сондай өздерінің нелер бар. Енді таңдау өздеріңізде. Мінекей осы. Бүгінгі видеомыз аяқталды. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Енді рахмет. Осындай қолдап, іздеп, қолдап жүргеніңіз үлкен рахмет. Оқырмандар, сіздер бар болсаңыздар, мен бар. Сіздер жоқ болсаңыздар, мен жоқ. Мінекей осы. Жақсы сау болыңыздар. Келесі тағы қандай обзор шығарсаңыз комментарий жазып кетіңіздер. Давайте.